Қайырлы күн достар. Әйгерім Шынтемірқызынан сіздерге жалынды сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен ингредиенті 4 қана заттан тұратын сүтті торт жасайтын боламыз. Бұндай атауды мен жалпы өзім бердім. Негізінде бұл табада піседі, өте оңай дайындалады, көп затты қажет етпейді. Сіздер де жасап бағас беріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін видеоны міндетті түрде қараңыз. Өте қызықты болады. Жасап көріңіздер. Дәмі де барлығы өте тәтті болады. Ең бірінші бізге керекті заттарды қарап шығайық. Бізге керек ыдыс, венчик, миксер болса миксермен, өздеріңіздің қалауларыңыз. Маған миксермен емес, венчикпен араластырылған тиімді. Және бір банка сгущенка, яғни қоюлатылған сүт, бір жұмыртқа, разрыхитель, яғни қопсытқыш және ұн қажет болады. Біз жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Бірінші жұмыртқамызды салып, сгущенкамызды ашып аламыз, және қоюлатылған сүтті ашып, бір банканың барлығын толықтай сала саламыз. Бұны жақсылап араластырып аламыз. Және қопсытқышымызды саламыз. Қопсытқышты көп салу міндетті емес, бір қасық салсаңыздар да жеткілікті болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз негізінде жұмыртқаны да солай. Бір жұмыртқа болмаса 2 жұмыртқаны қосуларыңызға болады. Осы бір жұмыртқадан, бір сгущенкадан жасалған қамырдан 5-6 коржиктер шығады. Жақсылап міндетті түрде араластырамыз, және жұмыртқамен сгущенка, қопсытқыш бәрі бір-бірімен жақсылап араласуы керек. Осындай сұйық консистенция пайда болады. Осы консистенцияның үстіне ұнды бөліп салып араластырып отырамыз. Бастапқыда венчикпен араластырып аламыз, өйткені ұндарының барлығы жақсылап араласуы керек. Одан кейін біз өзіміздің қолымызбен осылай мұжғылап істейтін боламыз, яғни қамыр дайындайтын боламыз. Мына видеода барлығы анық, нақты көрсетілген. Міндетті түрде қараңыздар. Осында қоюланған кезде барып, қолмен араластырамыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай араластыра беріңіздер негізі. Бірақ біз жұмсақ қамыр дайындауымыз керек. Өте қатты болып қалмау керек. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Сол кезде біздің корждарымыз жұмсақ болып шығады. Егер де қатты болып қалса, корждарымыз қатты болып шығады. Жұмсақ болғанын қаласаңыздар, корждардың онда жұмсақ қамыр істейміз. Міне видеода анық көрсетілді. Басқан кезде жұмсақ болып тұру керек. Бұларды бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен бұны 5 бөлікке бөлдім. Әрқайсысын бөлек қойып, біртіндеп басынан бастап оқтауды алып, жайып шығамыз. Қалай жайсаңыздар да бәрібір, кейін біз тарелкамен оны дөңгелек қылып кесіп алатын боламыз. Қалыңдығы 2-3 сантиметрде болу керек. Қатты қалың болып кетпеуі де керек. Арасы піспей қалады деп қорықпаңыздар. Ол піседі. Міне осындай болады. Қазір видеода анық барлығы көрсетіледі. Тарелкамен өздеріңізге қай мөлшердегі, қай диаметрдегі осылай тарелкамен жан-жағын кесіп алсаңыздар да болады. Болмаса, өзі арнайы кесетін құралмен де кесіп алсаңыздар болады. Қалған қамырларды бір-біріне біріктіріп қоямыз. Кейіннен қалған қамырлардан да корж жасауымызға болады. Міне диаметрі осындай болу керек.
сантиметр, осындай сантиметрде қалыңдықта болуы керек. Одан кейін табамызды оттың үстіне қойып, біртіндеп корждарымызды жайлап пісіріп шығамыз. Бетін жауып пісіру міндетті. Бетін жауып пісіреміз. Бір 2-3 минутқа қоямыз. 2-3 минуттан кейін келесі бетіне аударатын боламыз. Мінекейіңіз, осындай бетінде аппақ көпіршіктері пайда болған кезде келесі бетіне аударамыз. Яғни бұның бір беті қызарып, бір беті қызармай ақшыл болып қалса, қорықпаңыздар. Бұл піспей қалады деп ойламаңыздар, барлығы толықтай піседі. Міне осылай корждарды жеке тәрелкеге салып жинаймыз. Екінші жағы қатты қызып піспейді, ақшылдау болып піседі. Содан кейін біз ортасына жағатын кремді дайындаймыз. Мендегі қаймақ 20% қаймақпен құмшекерді венчик арқылы араластырамыз. Қаймақты салып, венчикпен араластырамыз. Құмшекер өз қалауларыңыз бойынша, егер қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, көбірек салуларыңызға болады. Мен бұл жерде бір 10 шақты қасықтай салдым. Яғни бұл мендегі біздікілердің барлығы тек тәттіні қатты жақсы көреді. Сондықтан тәтті болу үшін мен көбірек салдым. Негізі сахарный пудрамен салып, миксермен араластырған өте тиімді болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Біркелкі массаға түскенше, яғни біздің шекеріміз, құмшекеріміз ерігенше осылай жақсылап араластырамыз. Содан кейін корждарымызды алып, жақсылап бір-бірінің үстіне қалайтын боламыз. Әр корждың қабатына жағып шығамыз. Міне осылай видеодағыдай. Мен бұл жерін түсіруді ұмытып кетіппін, сондықтан менде соңғы корж қалған кезде ғана түсірдім. Осының бетіне өз қалауларыңыз бойынша әрлейсіздер. Мен Қазақстан шоколадын бетіне теркадан өткізіп қойдым. Холодильникте 5-10 минут қойып барып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма кіріп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет, сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы.